Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Сіздермен бірге бүгін сабақта қолдануға болатын әдіс QR код жасауды үйренеміз. Ол үшін QR Mania таңдаймыз. Міне. Осы сайтта бірінші шыққан сайтты ашамыз. Генератор QR код. Осы URL адреске керек ақпаратымыздың ссылкасын қоямыз. Ол үшін басқа плюсті басып, керек тақырыбымызды интернеттен іздеп тауып аламыз. Мысалы, маған қорықтар туралы ақпарат керек. Мысалы, мына видеоның маған осы видеоны керек. Ол үшін мен мынау жоғарыда тұрған сайттың ссылкасын копировать етіп аламын. Сонан соң мынау QR кодқа әкеліп қоямын. Міне QR кодымыз дайын болды. Оны рамкамен, түспен өзгертуге болады, түстерін. Не болмаса Google дискіға алдын ала тапсырмамызды дайындап қойып, соны да қоюға болады, суреттерін. Мен бірақ бұл жерде тек қана кодты таңдаймын, только код. Міне, типін таңдаймын. Содан кейін мына скачать PNG дегенді басамыз. Міне, маған загрузкаға түсті, дайын болды. Ашып көрсетейін. Міне, QR кодым дайын болды. Енді осы QR кодты загрузкадан аласыздардағы Word документ ашып шығарып аласыздар. Шығарып алып оқушының алдына осылайша беруге болады. Не болмаса электронды тақтада оқушыларға сабағыңызда қолдансаңыз да болады. Оқушы осы QR код арқылы Қазақстанның қорықтары атты видеороликке өтетін болады. Бұнымен сіз сабағыңызды тартымды өткізуіңізге болады, әрі қызықты өткізуіңізге болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, басқаларға да қолданып сабағыңызды қызықты өткізіңіздер.